Менің есімім Қарақат Әбден, жасым 48-де. Мен Ақмола облысы 22-ші партсъезд деген совхозында дүниеге келгем. Біздің отбасымызда 5 бала. Құлыным-ау, жаным-ау, үйші бала шағаман ба, қалайсың? Жұмысым жүріп жатыр ма? Әке-шешем өте қарапайым адамдар. Әкем құрылысшы, қазір зейнеткер. Анам көп жыл мектепте жұмыс істеген мұғалім. Біздің отбасымызда 4 қыз, 1 ұл. Балалық альбомым, кішкентай кезімдегі сурет. Менің бауырларым, бұрынғы үйіміз. Жаңа Жайрем деген жерде мектепті бітірдім деп айттым ғой. Өте ыстық осы суреттер. Біздің отбасымыз өте дәстүрлі деп мақтанып айтам. Себебі өзімнің анам кішкентай кезімізден бізге тәртіп туралы өте көп айтты, көп үйретті. Халқыңның үмітін ақтай бер боламын. Негізінде мен анама ұқсағам. Сол 5 баланың ішінде анама ұқсаған жалғыз мен екем. Ал әкемді айтатын болсақ, әкеме, енді әкем арғын ғой, мен де өзімді арғынның қызымын деп айтамын, батылдығым ұқсаған шығар. Мен кезінде өзім сиырды да сауғам, бұзауды да баққам. Мен тұрмысқа өте ерте шықтым. 19 жасымда күйеуге шығып, 20-да перзентті болдым. Сонда менің анам жылайтын еді: ой, қызым-ау, соншама алысқа кеттім деп. Мен жаңағы айттым ғой, солтүстіктің қызы Қызылордаға күйеуге шықтым. Міне қарасаңыздар, мынау жаңа беташар. Осы платок қазір орамал үйде тұр. Қазақ баланың санын айтпа дейді ғой. Енді Құдайға шүкір 4 балам бар. Үлкен ұлым, үлкен 28-де, одан кейін егіз балаларым бар. Кішкентай балам қазір 5-ке қарады. Неше балаңыз бар дегенде, кейбір кезде 4 дейм, кейбір кезде 5 дейм. Себебі тағы да бір балам бар менің. 14 жасында мен Рамазан деген баланы балалар үйінен асырап алған едім. Қазір 20-ға қарады ол бала. Жоғары білімді мен нархоз институтында алдым. 98-ші жылы Елорда Астана болғаннан бері біз сол Астанаға көштік. Өзімнің арманыма жеттім. Өзімнің мамандығым бойынша қаржы министрлігіне жұмысқа тұрдым. Салық қызметіне. Ол жерде мен 10 жылдан астам жұмыс істедім. Ең үлкен жұмыс, ең маңызды, мемлекет үшін маңызды жұмыс бұл салық кодексін жазу. Кішкентай ғана ішіндегі тармағын жазсаң да, бұл өте үлкен жұмыс болды. Одан кейін осының бәрін мен практика дейміз, практиканы жинап, кандидаттық өзімнің диссертацияма қостым. Мемлекеттік қызмет академиясында мен бір 2 жыл істедім. Сол жерде тағы да бір жақсы бастамалардың басында болдым мен. Сосын мені Нұр Отан партиясына шақырды. Орталық комитетіне. Ол жерде школа госполитики деген бар. Сол школа госполитикиді ашып 3 жыл жұмыс істедім. Ол жерде әрине бір үлкен саяси бір опыт жинадым. 2013 жылы Қазақ қызы мектебін аштым. Одан кейін мені сол жұмыстарымды көріп, халық өзі бір өзінің бағасын берген шығар деп ойлаймын. Ешқашан ойыма кіріп шықпайтын еді, депутат болам деген депутаттық жұмысқа мен шақырды. 5 жылдың ішінде біз 3000-нан астам қыздарды үйретіппіз. Қыздар оқып шықты, оның ішінде көп балалы аналардың семьядан шыққан балалар, қыздар. Жаңағы детский домның қыздары. Қазір ол қыздар үлкен болып өсті, бой жетті. Көшеде көрген кезде қарап қуанамын. Қазақ қызы жобасынан кейін бір ойым осының бәрін нақтылап, жинақтап, бір қорытындысын шығарғым келді. Сол кезде «Сен қазақтың қызысың, мақтан ет» деген кітапты жаздым.
Оның ішінде енді мына кішкентай қыздарымызға біраз тәлім тәрбие беру, өзімнің кеңесімді бердім. Өзімнің мінезімді айтатын болсам, өте талапшыл. Өзіме де, басқа біреулерге де, біріншіден өзіме, одан кейін басқа біреулерге. Қандай іс болса да, бәрін беске орындауым керек. Сол тәртіппен балаларымды да тәрбиелеп жатырмын. Мен Қазақстан президенттігіне үміткермін. Менің сайлау алды бағдарламам әрине әлеуметтік салаға арналған. Саяси, қоғамдық жұмысым осы бағытта. Оның ішінде әрине әйел болғандықтан отбасының мәселесі, жалпы әйелдің мәселесі, балалардың мәселелері, зейнеткерлердің мәселелері. Осының бәрін сайлау алды бағдарламамда бәрін нақты көрсетіп, осы сұрақтардың бәрін ұлттық деңгейге көтеріп, өзімнің еліме, өзімнің халқыма осындай үлесімді қосқым келіп тұр. Әрине, бәйгеге қосылғаннан кейін жеңіске жету керек.